Егінден кесіресіп өріс малға, тоты құстай түрленер толысқанда. Ассалаумағалайкум, оңтүстігім оң жағынан бастатқан оңысты Алла. Орда басы жеріне орда тіккен тарихта талай хан болыстарда. Түркістанға батырлар ту көтерген қолына түмен қол ұстарда. Сайрамдашқам алғашқы сауатымды ислам мен түркі жұрт тоғысқанда. Меңделейіп кестесінен кем қылмастан аямай берген және бонусты Алла. Қорғасының қорғаған СССР-ды 5 жыл бойы неміспен соғысқанда. 10 оқтың 8 оғы сенде шығып керемет болысқансың болысқанда. Фашисті қырып берген Шымкентке қазақ түгіл қарыздар, орыстарда бай. Ай, ақиқаттан атбасын бұралмайтын, өлеңдері дәлелсіз құралмайтын. Сіздерден бір қасиет байқалады, біздердей математик ұланғайқын. Облыс боп қосылды былтырғана, Түркістан дешті қыпшақ тұранғайқын. Саураның аудан болды кеше ғана, мұндайда сүйінші жоқ сұралмайтын. Қаратау өнер мектеп тағашылды, балаларға әнтерме жыр арнайтын. 60 пен 70 жасты және қостың, сайгүлік пен тұлпарды тұмарлайтын. Аудан мектепке мектеп қосып, жыл сайын көбейсем деп ұрандайтын. Нағыз математик сіздер есептердің минусын шығармайтын. Азайту мен бөлуде шаруасы жоқ, қоспаса көбейтпесе тұралмайтын. Қанша қатты болса да қарсы бағыт, тасты да кетпейді ме тамшы жарып. Жүрсін ағам баптады жүйріктерін, табанын тау мен тасқа жаншып алып. Сайгүліктер баптапты Сәбит ағам, 60 жыл аттан түспей қамшын алып. Қос ұстазды құттықтап жатыр бүгін шымкенттік ақын халық, әнші халық. Құттықтауды доғарып осы арадан айтысқа кірісейік алсыбанып. Ұстаздарға шәкірттің мақтау емес, шапқаны керек боп тұр, шаң шығарып ай. Көргендей класыңның атаманын, көзіңді маған бұлай тақамағын. Ассалаумағалайкум Аспанбегім, елдің жиған ықылас баталарын. Қағысуға жаралған құрдасымен бірдей болған туған жыл даталарың. Жердегі аспан сөйлесін деген атпен кітап шығып таралды атақ әнің. Құрдасымның жинағы шыққанан соң үйімде бекер босқа жатамадым. Хабарласып қанша рет сұрағанда кейін берем деген тек хат аламын. Көрімдік берем дебем көрсетпедің, сыртында да қолқалап сақананың. Ақыры жұрттан сұрап әзер таптым, сақинасын тапқандай сахараның. Екеумізде 2 рет айтысқанбыз, кітаптан бірін таппай қаталадым. Жоқ әлде есіңізге түсті мекен, ауызыңды өлеңмен матағаным. Жеңілген айтыстарды кіргізбе деп аян беріп кетіп бет аталарың. Құрдасым ау, мен сені түсінбедім, еске салдың қырғыздың қатағанын. Тақырыбы тұрмайма мәнін ашып, кітап түгіл кішкентай мақаланың. Жердегі аспан демей-ақ кітабыңды жеңген аспан деп неге атамадың ай. Өзім өлсем тәніммен көнбейтіндей, соңымда сөзім қалсын өлмейтіндей. Бұл жолы да шабытпен келіп тұрмын, өлең деген от жағып сөнбейтіндей. Керемет бір кетейік айтыс жасап, ақын деген атқа сөз келмейтіндей. Аспанбекті жеңейін 3-ші рет, көрмеген ел айтқанға сенбейтіндей. Айтыстың тарихына енгенменен, аспанның кітабына енбейтіндей. Өзің шап енді. Шап.
Ау кітабымды сөз қылып жаңа шыққан, әңгіме айтып жүр дейді бала сырттан. Қарағым кітап жазу оңай деп пең, көздің майын тамысып қарашықтан, түйіп ап алып келген қарашыттан, қандай уың бар екен тағашытқан. Екі рет жеңдім дейсің Аспанбекті, сен емес жюрилердің баға сұтқан. Қате іздеп отырсың кітабымнан, соншама кімдер сені ала сұртқан. Хазірет бұл жалғанда мінсіз кітап, Мұхаммедтің қолынан ғана шыққан. Ау кітап дедің бе, не дедің? Оныңа жауап беремін. Екі рет мені жеңдім деп өзіңді кімге теңедің? Айтсыңды қоспасам, сөздеріңнің ішінен таба алмадым керегін. Формулаларың болмаса жарамайды кітапқа айтысты айтқан өлеңің. Екі рет жеңдім дейсің ғой, мен білемін ғой себебін. Сені жеңемін десем, бір шумақпенен жеңемін. Сонда да жүрмін мойымай, ит талаған мен көз жасын көрсетпей тұғын бөредім. Мәтжан билер айтқандай, сөз түсінбейтін жандардан күнде жеңіліп келемін. Ау секілді Кендебайдың кері үйірі, қасымда Хазіреттей керей ұлы. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, күндердің артта қалды не қиыны. Жинақталып қалыпты көріп тұрмыз су жаңа облыстың жеңиығы. Түркістан облысы болғандығың, ол сенің керегеңнің кеңеюі. Бір жылда мегаполис бола салған Қытайдан да жылдам ғой көбеюі. Қазақстан дегенің өкпе болса, Шымкент сол өкпенің ебиылы. Оңтүстік Қазақстанға келіп қалдық, қарсы алып Қаратаудың кеңиығы. Аман есен жатсың ба Шымкентім, жер үйігі ғана емес, жер үйігі. Ау қазақтар мәртөбеде тоғысқанда, отырысы созылған 13 таңға. Қобыздың үні жеткен дүниеге, оғыздың садағынан оғышқанда. Ақсақ темір мерт болып қарт бөгенде, сығанаққа жерленген өрісханда. Әбілқайыр сұлтаным туын тіккен, созақтай жанға жайлы қоныс бар ма? Сауранда Тоқтақия айқасыпты, Сұғындықта Шайбани шайқасыпты, кең дүние айналып көрістанға. Қазығұртта Абылай түйе бағып, Төле бидің өзіне болысқанда. Қаратаудың бойына әңгімеңде қарыздар деп отырсың орыстарда. Орыс деген не тұрат? Шымкентке мен үшін бүкіл әлем борыштар ма? Қоңырат қайын жұртқа сенген шығар, Шыңғысқан жарты әлеммен соғысқандай. Оу, кермен үземдеп келдің бе? Керейден шыққан қара көк. Құрық түймеген асауен арқаңда неге жара көп? Мамандығыңды білушек, физика деген сала деп. Атым болсаң көрейін, атылмай қалар жаман оқ. Өзі физик болғанмен, бұл Хазірет ағайын қазір кетті дана боп. 2000 жылғы физиктар айтыс қуып кеткесін, қазақтың мініп жүргені 70 жылғы самолет. Кеше біреуі құлады, ескі болғасын шара жоқ. Физиктердің барлығы өнер қуып кеткесін, ескі бар бізде жаңа жоқ.
соны істейді деген Хазіретте ұшақ жасамақ түгіл пышақ жасайтын шама жоқ ай. Орын тепкен Асқардан Алматыңда не жаңалық Сағынтайып ағаң басқарған. Өткенде бір шеруі болыпты ғой бас жарған. ЛГБТ дейді ме, Қонаевтың қаласай рухани ашқалған. Қандай болашақ күтеміз лесби болған жастардан. Әй бірақ саған бәрібір кезің жоқ оттан жасқанған. Архимед деген атаңыз Еврика деп айғайлап бір жаңалық ашқаннан тыржалаңаш далаға жүгіріп кетті деуші еді. Тарихи дерек расталған. Сондықтан саған бәрібір бұл жаңалық емес бас жарған. Жалаңаш шығу көшеге физиктардан басталған ай. Ай баладай құтырасын құйын көрген, жөн шығар тоқтау салып тиім берген. Жалаңаштық физиктен басталған деп түршіктім ғой сөзіңнен түйінделген. Азғынды шатастырма Архиметпен ғылымға ең қымбатты сыйым берген. Жалаңаш жүрген адам көрген жоқпын, ащы даусым шығады күйінгеннен. Алматта сөйлеген әлгі әйелдің үстінен камзол мешпет киім көргем. Қыздеке көгілдірлер иығынан қымбат мата әшекей бұйым көргем. Шеруге рұқсат берген шендініңде бірен костюм көлікпен үйін көргем. Азғындалып барады біздің қоғам, адамдардан арыят миында өлген. Үстінде киімі жоқ адам емес, ішінде адамы жоқ киімдерден ай. Алдымда адастырар із анық тұр. Рас мазамызды ұлменен қыз алып тұр. Алматымды сынадың оның рас. Соры қайнап маңдайдың тұз ағып тұр. Екі жұртты қосатын қыз әулие әулекі боп күйдіріп ызағып тұр. Оң жағымды қызартар ұлдарымда бетімізді қызартып ызағып тұр. Жүз ағып тұр. Гері ойды ұстап гейлерді тайраңдатып, дұшпандардың қолдары ұзарып тұр. Олыңды қол қызыңды күн қылмай-ақ, олыңды ол қызыңды қыз алып тұр. Тым құрыса болмадық тікен құрлы, гүлдерін қорғайтұғын біз алып бір. 8 марттан соң Алматымыз вирус емес ұяттан қызарып тұр ай. Оу, дәлелсіз айтылатын дастан әні, ақылың кірмепті ғой аспан әлі. Ұшақ түгіл пышақта шығармайды деп шығарғын кеп отырма масқараны. Бұл қазақта аз емес жас ғалымдар күндіз түні кітапты жастанады. Жаңалығын өндірер зауыттар жоқ, болса да жемқорлықтан жасқанады. Қазақтың физиктерін кінәлама, асуларды алады асқақ әлі. Керек болса мысалды мен айтайын, Шымкент бастап кеткен бас жобаны. Ұшқышсыз ұшақ жасап шығаруда қалдырып Алматы мен Астананы. 30 келі тұратын шағын ұшақ автопилот арқылы басқарады. 5000 метр биікте 9 сағат тапсырманы орындап таспалады. Ареналар салғанша миллиардтарға қолдасын мін осындай бастаманы. Доппенен той қуалап жүре берсең, қазағым жанарыңнан жастамады. Аяқпен ойнайтындар емес бізге, баспенен ойлайтындар бас болады. Допқа құмар еткенше ғылым сүйер, тоққа құмар етейік жас баланы ай. Оу, ауруды аш демдей ме, тәт демдей ме, аш сөзді айтатын сәт келмей ме? Бір қайғы бір қайғыны қозғайды деп доптайсам қаңғысымын қатты үрлей ме? Футболымыз қойды ғой өрге баспай, ақшасын басшы жей ме, бапкер жей ме? 40 миллион евроға алаң салды,
қаражатын жемқорлар қақ бөлмей ме? Сол ақшаға фабрика, зауыт салса, шығыныңды еселеп ап келмей ме? Қытайдан 50 зауыт әкелгенше 300-ге 300 зауыт сап бермей ме? Ай! Өз-өзіңді көтермей кім көтерсін? Әуелі өз аулаңды гүлдетерсің. Физиктен ақын шығып кетіпті деп құрдасыңа тағасың, құр бекерсің. Өнер деген мамандық таңдамайды, Иманбек жерлесіңді үлгетерсің. Грэмми деген әлемдік сыйлық алып, көрсетуде қошемет құрмет елшін. Темір жолшы екенін сол жігіттің, сен әлі білмей тұғын дүрмекенсің. Байқаймын қуанғаның байқалмайды, ағылшынша түсінбей тұрмекенсің. Грэммиді оқып ап дәуде болса, Камри алыпты деп жүрмекенсің. Қайдағы сөзін айтып қуақының, бұлтара береді ғой бұл ақыным. Ғылымға қайта-қайта тіл тигіздің, осы ғой байрағыңды құлатуың. Сын айтылсын, ол бірақ шын айтылсын, шамалы ғой ол жақтан ұғатының. Айтпақшы, сен туған жер Баянауыл, ғалымдарға мұражай мұратұғын. 25 академик шығып еді, Әлкей Қаныш бастаған сұрапылым. Сен үшін рухтарынан кешірім сұрап, керек боп тұр соларды жұбатуым. 25 академик білмей кеттау, кіндік кесіп кімнің кір жуатынын. Атақты академиктер ауылында Аспанбектей әпенді туатынын. Ол рас дұрыс айтасың. Академик ет он бабам. Мен саған физик бол дедім, сөзім осы еді жолдаған. Физикаңды тастайсап, мен емес сен боп тұрсың, ғалымдарды қорлаған. Әйтпесе бауырым білесің, қаншама бұлыт торлаған. Физиканы білмей-ақ қарадан шығып хан болған торайғыр менен шоң бабам. Бұхар атам кешегі физиканы білмей-ақ жеті ханның жанында желдірдіп жүріп толғаған. Жамбыл жәкеме кешегі физиканы білмей-ақ бір ғасыр бақыт орнаған. Физиканы білмей-ақ Майлы Қожа атамыз бар қазақтың көгіндей қос қанатын қондаған. Физиканы білмей-ақ жүрсін Ерман ағамыз осы айтысты тірілтіп ұл өнерді қолдаған. Физиканы білмей-ақ анау Сәбит ағаңыз қанша шәкіртті тәрбиелеп ақылын елге жолдаған. Физиктің тілін қайтесің, қазақтың тілін білмейтін бауырлар көп қой сол жаман. Әйтпесе сенің физикаң маған қазір түгілі мектепте қызық болмаған. Айналайым бауырым, Иманбекті айтып таңғалма. Ол да менің бір бауырым, темір жолмен ақ жетіпті, самолет жетпес заңғарға. Таңғалуда тымыды, бүкіл КСРО арманда. Ресейдің өзі ала алмай, жарысып жазып шетінен, жар салып жатыр жалғанға. Шынымен қолдап жіберсек, біздегі қанша балдарға Грэмми деген түк емес. Сыйлықтың бәрін алар ек, соны түсінер жан бар ма? Иманбекке бұйырса бір сәйгүлік мінгізем, керекуге барғанда өз басым қатты қуандым. Грэммиді алғанға емес, Кремльді алғанға. Азғын мына дүниеге аз күн қонақ екенбіз. Айналайын ағайын, келгеннен кейін кетерміз, келмеске қарай жетерміз.
Шымкентке кеп қалдық, домбыраны қолға алсақ, сені жырлаумен өтеріміз. Шымкент құрама штаты, шетелдерге шетелміз. 90 сөздің түйіні, сен болмасаң нетеріміз. Оңтүстік Қазақстанды 10 күн жырласақтағы тауыс алмаймыз екеуіміз. Қазақ 19 миллион деп айтып жүрміз ау бекербіз. Жер бетіне жайылған шымкенттіктерді жинасақ 30 миллионға жетерміз. Қазақстан емес түбінде Түркістан болып кетерміз. Оу, таңғалам бүгінгінің жастарына, бір ат мініп алса астарына, Жұмабек ағамыздың бажасындай ешкімді жолатпайды қастарына. Көк тырнадан қарауыл қояр болсаң, ешкімді шығармайды аспанына. Ағайын физик деген бер жағы ғой, не жетер Хазіреттің дастанына. Бұл жолы кіммен шығам деп келгенде, жолықтым керейлердің боксерына. Сен өзі атшулы боксер едің, менсінбес патшаны да, басқаны да. Бүгінгінің қызық қой боксерлары, кимейтін капаны да, касканы да. Осы қатты бірдеңе тиген ғой дейм, Ермахан екеуіңнің бастарыңа. Ай тірілтіп 10 бабаны, Аспанбек айдаланы бомбалады. Мектепте физиканы оққам жоқ деп бұлғалай білместігін қолданады. Ұят қой алтын домбыра алған ұлдың алтын ұя мектепті қорлағаны. Аталарың физика оқымаса, ол кездері мектептің болмағаны. Ал енді мектеп болып оқымаса, ол деген оқушының оңбағаны. Ермахандай боксермен шатастырып, жұдырық жайләңгіме жолданады. Шертіп қалсан құлайтын түрі мынау, шегіртке айғырындай долданады. Осыдан ақ көрініп тұрған жоқ па, Аспанбектің білімсіз сорлағаны. Физиканың сабағы былай тұрсын, физкультура пәніне бармағаны. О, көкпарды тарта алмаса тақымға мін, сөзден ұстай алмаса ақынға мін. 10 минут өлеңіңді тыңдап шықтым, құрдасым ештеңені қатырмадың. Баяндама жасабап тағы кепсің, баяғының Бименбек батырларын. Қысырақтың қымызыма деп ойлап ем, сол баяғы сорпекен сапырғаның. Еліктің құлағындай елеңдейсің, Қабыланның күткендей атылғанын. Тарақты танымайтын шашың анау, дауыл жылған үй құсап шатырларын. Тамағың тазғараның тамағындай, жүнін жылған ешкідей бақырғаның. Жүңгілейде жолыққан жолбарыстай, не деген аяныш дед ақырғаның. Басыңды қайта сілкей берме, оған бола көбеймейді ақылдарың. Құдайым бұл қазаққа әнді берген, әнмен өмір сүруді мәнді көрген. Әншілерді шақырып той жасаса, қолындағы мал мүлік барды берген. Бір жыл той болмап еді, сол әншілер жақсылығын ұмыттау мәңгі көрген. Біразы кәтеж алып көшіп кетті, Анкарадай алыс ел арғы белден. Оқтан қашқан киіктей оқшау кеттіп, отанынан ол жерді сәнді көрген. Күйе жағып жатқам жоқ, барлығына күңіреніп кетпеңдер әңгімемнен. Түркістанға көшбасын түзеп жатыр, Сәкен аға бастаған сәнді керуен, Майра апамыз бастаған әнді керуен. Келе салып жұмысқа кірісіпті, қырандай түз тағысы аңды көрген. Содан бері Түркістан сарайында бір күнде босамайтын залды көргем.
мінекей наурызыңды бастамаққа ақындар да кеп жетті әрбір елден. Түркістанға ту тіккен солар артық Түркияға сандалған әлгілерден. О, дүние түлкідейін бұлғақтайтын, неге бұлай десең де тіл қатпайтын. Теңгеміз бір теңселгіш теңге болды, тұрағы жоқ сынаптай сырғақтайтын. Ескі көлік бағасы екі есе өсті, естодан жырақтасаң жырғатпайтын. Ескі үйдің де бағасы қымбаттады, есігінен желкеулеп күн қақтайтын. Мысал мен келтірейін ақын едім, әрбір сөзін астарлап жұмбақтайтын. Біздің қоғам масадам кейпінде тұр, аш судан ауызын құрғатпайтын. Алкогольден аумай тұр, бұл дүние уақыты өткен сайын қымбаттайтын. Ағаштың соры түрпіден, сұлудың соры күлкіден, жігіттің соры жалқаулық. Мақалы осы бабамның ілім боп жеткен ілкіден. Жұмысымды түгендеп, шабытымды жүгендеп, көңіл күйімді құртып ең. Жұмыс жайлы ендеше ой айтайын бір түмен. Қан сасып жаудан келмесең, тер сасып малдан келмесең, ерекшеленбес еркектік сақалым мен мұртыңмен. Көркейтерсен бір баласың, қазағымның даласын, сақталған сақ пен түркіден. Айналайын Аспанбек, саныңды сабап туладың, санаңды біраз сілкібем. Түнен түрткендей шошыдың, қопсыты бойды түртібем. Өлшенбейді ақын өмірі, айтыстан алған жүлдемен, арнаудан алған мүлкімен. Физикаңды мақтайсың, даттайсың, лирикаңды мақтайсың. Біреуге ақыл айтқанша өзіңде жұмыс таппайсың. Жұмыссыз жүрсең жұрт түгіл, жақыныңа да жақпайсың. Жан аямай кәсіп қыл, абайдан қалай аттайсың. Құрдасым саған тілегім, Құдай берген талантты қашанғы көміп сақтайсың. Өзгеріп бүгін шешімің, өзіңде білте жаққайсың. Осы жылдың сиыр жылдың есігін бұзау табам деп қаққайсың. Ай, ақындық азабына төзе біле, қайық салдық өлеңнің өзеніне. Жарты сағат шайқасқан құрдастарда уақыт таяп қалғанын сезеді ме? Елге тілек айтайын теппей тұғын, өзім деген ұлдарды өзегіне. Миллион болған Шымкенттің бағындырсын, 2 миллион дейтұғын межені де. Тезірек ауруды жолға салып, тыныш заман орнасын тез еліме. Аптеканың алдында маскы емес, памперістің тұрыңдар кезегіне. Ау, памперсің көп болсын. Сен де бұл күнге жеттің ғой. Сиыр жылы келді деп бұзау іздеп кеттің ғой. Физикадан бастап физкультураға өттің ғой. Одан кейін алдыңда джунгли жаққа жеттің ғой. Физика емес, мынауың география болып тұр ғой. Аман болсын әрдайым, Қазіретте менің тектім ғой. Шымкенттің жеріне елді іздеп келдім десем, бұзау іздеп кеп тұр ғой. Қазіретке билік берсеңдер, Қазақстанның біразын бұзаулатайын деп тұр ғой. Оу, оқ қалады мергеннен, от қалады керуеннен. Отанды жырлап өтермін, отым сөнгенше кеудемнен. Шымкентке кеп қалдық, жесірлерге жер берген, жетімдерге жем берген. Мен өзіңдей құтты мекенді таппаппын барша жерлерден. Ей, ұзақтан соғып қайтейін, тұрайық деп жатыр ғой, біздерге кезек бергеннен. Қазығұртта кеме қап,
басқасын айтпаған кезде өмір басталған сендерден. Мен білсем әрбір қазақтың 12-ші атасы оңтүстікте жерленген ай. Рахмет ақындар.